Бүгінгіде технологияның рауажланған дәуірінде көпшілігіміз компьютер менен жұмыс істейміз. Компьютер графикасының ең соңғы жетіскенлігінің нәтижесінде тұрмысымызға 3D технологиялары кіріп келмекте. Олардың қоллану тәртібі хақында Техно әлем рубрикасы арқылы біліп аласыз. Қазіргі уақытта технологиялар әлемінде 3D деген сөз кеңінен қолданылмақта. Әсіресе компьютер hamda ұялы телефон бағдарламаларында 3D технологиялардан қолданып, көптеген бағдарламалық терминатлар ісілеп шығылмақта. 3D сөзі негізінде инглиз тілінен алынған болып, 3 dimensions, яғни 3 өлшемді деген маңызды білдіреді. Қысқаша 3D яки 3D деп атауға болады. 3D графиканың екі өлшемлі графикаға қарағанда айырмашылығы, бұнда құрамалы объектілер, апуайы ноқатлар, ямаса фигуралар арқылы компьютер графикасы жәрдемінде аңлатылады. 3D модельдестірудің тек арғы мақсаты қандайда бір объекттің визуал көрінісін компьютер жәрдемінде ісілеп шығу. Яғни белгілі бір нәрсенің көшірмесін компьютер жәрдемінде 3 өлшемлі графика арқылы аңлату болып табылады. Сондай-ақ реал өмірде жоқ нәрселерді де 3 өлшемлі графика арқылы, яғни 3D графика арқылы аңлату мүмкіншілігіне ие. Сондай-ақ біз компьютер hamda ұялы телефонлар жәрдемінде объектілердің 3 өлшемлі көрінісін ісілей аламыз. Мысалы үшін біз музейде, ямаса қандайда бір тарихи орынды компьютер графикасы жәрдемінде 3 өлшемлі көріністе түсірсек, нәтижесінде осы музейге, ямаса тарихи орынға виртуал саяхатты әмелге асыруға болады. Қазіргі уақытта 3 өлшемлі, яғни 3D графика тұрмыстың көптеген тарауларында қолданылмақта. Яғни архитектура тарауында құрылыс имаратларының ішкі һәм сыртқы көріністері ісілеп шығылмақта. Ал білімлендіру тарауында болса, виртуал лабораториялардан пайдалануға кең мүмкіншілік береді. Кино hamda анимация тарауында болса, қазіргі уақытта дерлік көпшілік заманауи мультипликациялық фильмлердің хаммесі 3D графикасында әмелге асырылмақта. 2D, яғни 2 өлшемлі графикаға қарағанда 3 өлшемлі графикада анимациялық қаһармандар әсіресе хақиқи көрінеді. Ал туризм тарауында болса, көптеген тарихи орындар 3D графика жәрдемінде онлайн ямаса виртуал саяхат ету мүмкіншілігіне ие. 3D технологиялардың ең көп қолданылған түрі бұл IMAX технологиясы. IMAX технологиясы жәрдемінде экранның жаңа 3 өлшемлі форматы әмелге асырылып, бұнда видео көріністер, ямаса видео фильмлер 3 өлшемлі көріністе әмелге асырылады. IMAX технологиясында театрларда фильмлерді, ямаса киноларды 3 өлшемлі түрде тамаша көйлер көру мүмкіншілігіне ие. IMAX бүгінгі күнде фильмлерді hamda көрсетулерді түсіргенде дүниядағы ең көп қолданылатын системалардың бірі. Қазіргі уақытта дүнияның көптеген елдерінде IMAX технологиясын пайдаланған халда көптеген графикалық объектілерді түсіру әмелге асырылмақта. 3D технологиялардың және бір кеңінен тарқалған бірі бұл 3D экранлар, яғни 3D телевизорлар болып табылады. Бұл телевизорлар жәрдемінде тамаша көйлер, арнаулы көз әйнек жәрдемінде видеофильмлерді, ямаса көрсетулерді 3 өлшемлі графика жәрдемінде көру мүмкіншілігіне ие. 3 өлшемлі баспа принтерлер, яғни 3D принтерлер. Компьютердегі 3 өлшемлі суретлерді, файларды қабылап, пластик, керамика, металл, тағы басқа да материаллардың қабатларын бірінің үстіне бірін жинап, онан әр түрлі бұйымдарды ісілеп шығарады. Сондай-ақ құрылыс тарауында, имаратларды салуда, ал ауқатлану орындарында болса, осы принтерлердің жәрдемінде ауқатлар пісіріледі. Компьютер графикасы тарауында 3 өлшемлі объектілерді ісілеп шығу үшін, әлбетте, компьютер үшін программалық терминат зарур болады. Бұндай программалық терминатлардың қатарына қазіргі уақытта SketchUp,
Unity hamde 3D Max сияқты программалар компьютер hamde мобиль байланыс құрылмалары үшін үш өлшемлі объектілерді іздеуге арналған компьютер бағдарламалары болып табылады. Қазіргі уақытта елімізде де үш өлшемлі, яғни үшті графиканы пайдаланған халда көптеген программалық ізденбелер істеліп шығарылмақта. Мысал үшін Самарқан hamde Бұхара тарихи орындарының үшті графикалық программалық тәминаты істеліп шығарылған болып, қазіргі уақытта пайдаланушылар осы тарихи орынларға виртуал түрде саяхатты әмелге асыра алады. Яғни бұл тарихи орынларға барып көрмеген адам компьютері жәрдемінде танысу мүмкіншілігіне ие. Сондай-ақ музей hamde еліміздегі туристік сайтлардың көпшілігінде де үш өлшемлі графикалық элементлерін кеңінен қолданылып келмекте. Яғни бұларды пайдаланушылар үшін көптеген имканиятлар жаратылған болады. Яғни екі өлшемліге қарағанда объектілер хақиқи болып көрінуіне түрткі болады. Хаттекі елімізде үшті форматындағы кинофильмдер түсірілмекте. Бүгінгі күнде Ташкент информациялық технологиялар университеті НУКС филиалының студенті Манас Базарбаев тарапынан де үш өлшемлі графика жәрдемінде өлкеміздегі Шылпық қорғанының 3D көрінісі істеліп шығарылмақта. Яғни бұл көрініс жәрдемінде пайдаланушы үйінде отырып Шылпық қорғаны хақында мағлұматқа ие болуымен бір қатарда оны виртуал түрде саяхат ету имканиятына ие. Сондай-ақ қазіргі уақытта бұл программаны жетілдіріп, осы тарихи орын хақында кеңірек мағлұмат беру үшін пайдаланушыларға көптеген имканиятларды жаратпақта. 3D технологиялардың рауажлануы виртуалдықты хақиқилыққа жақындастырмақта. Бұл болса өз кезегінде жаңа имканиятлар есігін ашып береді.